Бәріне сәлем, бүгін біз пицца пісіреміз. Бізге керек ұн, майонез, томат, помидор, сыр, колбаса, тоз, ас сода, айран, май. Майды айранды қосып араластырамыз. Тұз бен ас соданы қосамыз. Араластырамыз. Енді бәрін ұнға қосамыз. Қамыр илейміз. Қамырымыз дайын, енді оны жарты сағатқа холодильникқа салып қоямыз. Колбасаны кесеміз. Дөңгелектеп помидорды кесеміз. Сырды теркадан өткіземіз. Майонез бен томатты араластырамыз. Қамырымызды жайып, противеньге саламыз. Духовкамызды 170 градусқа қосып қоямыз. Противеньге сұйық май жағып қойдық. Қамырымызды жайып, бортик істейміз. Қамырдың үстінен майонез бен томатты жағамыз. Помидор мен колбасаны қоямыз. Енді духовкаға жарты сағатқа қоямыз. Пиццамыз 20 минуттай духовкада пісті. Газы сыр салып, духовкаға 5 минутқа саламыз. Пиццамыз дайын болды, енді кесіп дәмін көреміз. Өте дәмді. Лайк қоюға ұмытпаңыздар. Менің каналыма жазылыңыздар. Сау болыңыздар.